Баршаңызға сәлем, есімім Гүлфия. Бүгін сіздермен бірге қысқа баклажаннан өте дәмді салат дайындаймын. Салатқа 3 кг баклажан, 14 дана тәтті болгар бұрышы, 6 ащы бұрыш дәміне қарай алсаңыздар болады, 3 кг қызанақ, чесноктың 2 басы қажет болады. Барлық көкөністерді мясорубкадан өткіземіз, тек баклажанды ғана қолмен тураймыз. Осылай мясорубкадан өткізу үшін турап дайындаймын. Содан кейін тәтті бұрышты дайындаймын. Осылай видеода көрсетілгендей ұзынша етіп тураймын тәтті бұрышты. Бұл жерде барлық көкөністер мясорубкадан өткізіледі. Яғни тәтті бұрыш, қызанақ, ащы бұрыш, чеснок. Тек баклажанды қолмен тураймыз. Қазір қызанақты мясорубкадан өткізіп жатырмын. Содан кейін бұрыш барлық кезекпен кетеді. Ащы бұрышты өздеріңіз салаттың дәміне қарай қоссаңыздар болады. Егер ащы керек болса, ащы бұрыш көбірек қоссаңыздар болады. Бірақ мен 6 дана ащы бұрыш қостым, соның өзі жеткілікті болды. Кішкене салат ащылау болып шықты. Және баклажанды видеода көрсетілгендей 4 бұрышты етіп тураймыз. Менде баклажан бақшадан үзілген, бірден үзгеннен кейін осы кесіп дайындап жатырмын. Егер сіздерде кішкене ескі баклажан, немесе тұрып қалған баклажан болса, ашты баклажан болса, тұзды суға 1-2 сағатқа салып қойсаңыздар болады. Бірақ мен тұзды суға салған жоқпын. Баклажанды турап ыдысқа салып қойдым. Тұзды суға да 1-2 сағатқа салып қоюға болады. Бірақ мен салмадым. Қызанақ, тәтті бұрыш, ащы бұрыш, чеснокты мясорубкадан өткіздім. Енді осы салатқа 6 үлкен қасық қант, 2 үлкен қасық тұз, 400 грамм сүйкмай қосып, жақсылап араластырамын. Және жоғарғы отқа қойып қоямын. Осы салат жақсылап қайнау керек. Мені қойып қойдым газға. Салат қайнағаннан кейін 9%-дік 100 мл уксус қосамын. Қайнағаннан кейін қосасыздар уксусты. Содан кейін артынан бірден барлық баклажанды қосамын. Осы баклажан салғаннан кейін жоғарғы отта тұрады салат. Және жақсылап қайнағаннан кейін 5 минуттан кейін баяу отқа қойып қоясыздар. Баклажан тек 5 минуттай ғана қайнау керек. Содан кейін өте баяу отқа қойып қоясыздар, төменгі отқа. Солай 35-40 минут қайнау керек. Сосын салат дайын. Енді банкілерді стерилизовать етем. Мен осылай духовкаға саламын. 180 градусқа 15 минутқа қоям. 10-15 минутқа қоям. Банкілер жақсы ысса болды. Және крышкаларды 2-3 минут қайнаған суда қайнатып аламын. Банка дайын, крышка дайын. Енді мені салатты дайын болды. Осындай салат болып шығады. Өте дәмді. Менде 40 минуттай пісті баклажан. Енді баклажанның дәмін көріп, салатты көресіздер. 30-40 минут піседі. Бірақ баклажанды жоғарғы отта емес, баяу отта пісіресіздер, себебі езіліп кетуі мүмкін. Барлығын стерилизациядан өткізілген банкілерге салат саламыз. Крышкаларын жабамыз. Менде осындай закрывашкамен жаптым. Сіздер өздеріңізге қандай закрывашка ыңғайлы, сол закрывашкамен жапсаңыздар болады. Бірақ мен өзім үйреншікті жыл сайын жабатын осы закрывашкам бар. Міне менде 6 литр салат шықты.
және тағы да кішкене мен ыдыста тұр. Өте дәмді салат болып шығады. Және банкілерді осылай мен аудармаймын бұл салатта. Осылай тігінен қоямын да, үй ыстық болғандықтан үстіне тек осылай орамал жауып қоямын. Бір күннен кейін алып салқын жерге салаттарды қойып қоямын.